Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз 9-шы практикалық жұмысты жалғастырамыз. 9-шы практикалық жұмыста бізде бойлық профильді жобалау, бойлық профильдің жобалық желісін салу керек болады. Яғни бұл практикалық жұмысты бастамас бұрын сізге алдымен ссылка видеоның астындағы сілтеме бойынша өтіп, практикалық жұмысты қарауға кеңес беремін. Яғни бұл практикалық жұмыстың атауы бойлық профильдің жобалық желісін салу. Және де осы видеоның соңында бізде тапсырма берілетін болады. Бұл тапсырма бойынша бізде салынған жердің қара сызығы бойынша жеке учаскелердің көлбеуін анықтау керекпіз және тік қисықтардың минималдық радиусын есептеуіміз керекпіз. Сіздерге жалпы шаблонды копировать етуге кеңес беремін. Яғни осы шаблонды мен өзіме копировать етіп алдым. Яғни келесі кезекте мен осы шаблон бойынша жұмыс істеймін. Осы курсовойымды жалғастырамын. Яғни мен мына жерге скопировать етіп қойдым мына шаблонды. И келесі кезекте мен жұмысымды істеуді бастаймын. Яғни геодезия пәнінен өткен шығарсыздар. Кез келген біздің сызығымыздың еңісін анықтау үшін осы формуланы қолданамыз. Яғни ол формула бізде тангенс формуласының пайда болады. Яғни онымен жақынырақ танысу үшін мына жерде қарай аласыздар. Мына жердегі видеодан. Яғни ол жерде бізде не керек болады? Мысал үшін бірінші нені анықтап көрейік. Пикет 0 мен пикет 1-ның арасына арақашықтықты анықтап көрейік. Яғни біз қалай істейміз мына жерде? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз да и нені жазып қоямыз? 100-ге бөлеміз ол санды. И бізде несі жазылу керек? Таңбасы жазылу керек, плюс немесе минус. Яғни минус дегеніміз бізде астыға кетеді, плюс дегеніміз бізде үстіге кетеді. Яғни бірінші нені есептеу көрейік. Мына жерде жазып қоямын. Пикет 0 мен 0-ші пикет пен 1-ші пикет арасындағы арақашықтық 0-ші пикет пен 1-ші пикет арасындағы арақашықтық. Яғни ол сандарды мен мына жерден аламын. Яғни 49-да 702, мына жерге жазып қоямын. 49-да 706 азайтамын. 49-да 528, оны бөлемін 100-ге. да 706 азайтамын. 49-да 528-ді бөлемін 100-ге. 0,00178 шықты. Яғни мына санды мен алдымен процентке немесе сразу промиллеге ауыстыра аламын. Яғни осы санды промиллеге ауыстыру үшін мен мынаны 1000-ға көбейтемін. 1000-ға көбейтемін де менде шығады 1,78 промилле шықты. 1,78 промилле. Яғни тура осылай бүкіл келесі кезекте мен пикет 0 мен емес, пикет 1 мен 2-ның арасын анықтаймын. Екінші пикетке дейін міне. Тура солай, яғни мен 49-да 824-тен азайтамын 49-да 706-ны бөлемін 100-ге, и мына жерге жазып қоямын промиллерін. Тура осылай қылдырып, мен қазір бүкілін есептеп шығам. Содан кейін видеоны паузаға қойып, қазір қайтадан сіздерге қосыламын. Келесі кезекте біз мыналарды анықтап алғаннан кейін, яғни мына жердегі еңістерді анықтап алғаннан кейін, бойлық профильдің еңістері, жер бетінің бойлық профильдің еңістерін анықтап алғаннан кейін, келесі кезекте біз жаңағы дөңес және ойыс қисықтар үшін радиустарын анықтауға көшеміз. Яғни оларды анықтау үшін бізде дөңес, ойыс дегеніміз не ол? Дөңес дегеніміз қателеспесем выпуклый,
ойыс вогнутый. Қателеспесем. Мүмкін қателесу мүмкін. Переводчиктан аударып көріңіздер, қарап. Яғни бізде екі жағдай үшін қарастырамыз. Екі жағдайда да әртүрлі формулалар болады. Бірінші жағдайда біз дөңес қисықтар үшін кезінде біз H1 жүргізуші көздің жол бетінен жоғары көтерілу деңгейі бойынша анықталынады. Яғни ол бізде жүргізушінің жер бетінен қаншалықты деңгейде, қаншалықты биіктікте көру биіктігін айтады. Яғни ол бізде орташа мәнмен алған кезінде 1,2 метрге тең. S1 дегеніміз ол бізде қашықтық. Жаңағы жүргізушінің кедергіні көру қашықтығы S1. Яғни бұл S1-ді біз ең басында есептеген болатынбыз мына формулаларда. Жүргізушінің кедергіні көру қашықтығы S1 бізде нешеге тең болып еді? S1 бізде 207,496-ға тең болып еді. 207,496, 207,496-ны қоямыз мына формулаға. Квадраттаймыз и есептеуімізді жүргізіп көрейік. Яғни 207,496-ны көбейтеміз 207,496-ға және де бөлеміз 2,4-ке. Яғни бізде шықты 17,939 радиус. Яғни бұл радиус бізде ненің радиусы? Дөңес қисықтардың радиусы, яғни выпуклые. Келесі кезекте біз қазір вогнутыйларды есептейтін боламыз. Вогнутыйлардың нелері? Вогнутыйлардың радиусы есептік жылдамдыққа қарап алынады бізе. Орталықтан тепкіш үдеуінің өсу шамы ана жерде B деп тұр. Яғни B-нің мәні бізде 0,5 тұрақты қылдырып аламыз әрдайым. V расчетына бізде әркім өзінің варианты бойынша, жол санаты бойынша есептік жылдамдықты алады бізде. Яғни мен жағдайымда екінші жол санаты болғаннан кейін мен 120 км/сағатты алам. Яғни 120-ны мен квадраттаймын 2-ге. 120 көбейтіп 120, 14,400. 14,400-ді бөлемін 6,5-ге. Менде шығады 2215, 384. Осы мәнді мен мына жерге жазамда. Болды, осымен менде есептеуім бітті. Бұл бізде нешінші практикалық жұмыс болды? 9-шы практикалық жұмыс. Келесі кезекте біз 10-шы практикалық жұмыста өзіміздің жолымыздың нелерін салатын боламыз. Жалпы біз бойлық профильде қазір жерді көрсеттік. Енді жерден бөлек қазір келесі практикалық жұмыста біз жолдың өзін салатын боламыз. Яғни осы нелерді радиустарды ескере отырып формулаға қойып, келесі кезекте сол есептеулерді жүргіземіз. Әзірге осымен 9-шы практикалық жұмыс бітті.